бай болғың келсе, ақшаны ойлама деп маған баяғыда бір кісі айтқан. Күлдім да сонда. Қалай ол бай болам дейсің, бірақ ақшаны ойламайсың. Қалай байисың сонда деп тура өстіп қарама қарсы айтқан кезде ол кісі маған жестко айтып тастады кәдімгідей. Қарапайым тілмен айтайын, не деп айтқанын. Былай деді да: сенің ойында байлық, ақша болса, сен кедей адамсың деді маған. Енді грубо говоря, сен конченый адамсың деді ол маған. Неге? Өйткені мынандай да, адам жүрекке нені жақын алады. Ойлаңызшы, жүрекке, мына жүрек, ақша, мына жүрекке жақын болса, не болады екен? Сіз кімді қатты жақсы көру керексіз? Алла тағаланы. Мына ақша жүрекке жақындаған кезде не істейді? Ақша жоқ болады. Түсіндіре алдым ба? Сол үшін нені қатты жақсы көресің, сол нәрсе сенің өміріңде жоғалады. Сол үшін айтады, даже өзіңнің балаңды Алладан қатты жақсы көрме дейді. Бәрін беруші Алла. Ұмытпаңыздар ешқашанда. Қандай біреуге бірдеңе деп атса да, бәрін беруші Алла. Мына жүрек таза болсын, главный. Ақшаны ойламаңыздар сосын. Мен таң қалғаным сол. Менімен келісесіздер ме осы жерде? Келіспесеңіздер айтыңыздар өз ойларыңызды.